Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге кабачкидан наггетсы жасаймыз. Іші сондай жұмсақ, сырты қытырлақ, өте дәмді ас болып шығады. Ол үшін бізге бір кабачокты аламыз. Менің кабачогым огородтан әкелінген, өте жұмсақ, өткені свежий, жас болғандықтан сыртын жақсылап аршимыз. Мен бұл кабачок үлкендеу болғандықтан жартысын ғана пайдаландым. Осылай видеодағыдай қылып турап, ұзыншақ қылып турап аламыз да, үстіне тұз салып, жақсылап араластырып, 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Бетін жауып қоя тұрамыз. Ол уақытта оғанға дейін панировочный сухариді алып, 5 столовый ложка, 5 ас қасық салып, оның үстіне бір чайник ложка паприка саламыз. Оның үстіне чеснок сушеный салып, жақсылап араластырып, осы сухариктердің үстіне өте ұсақ теркадан өткізілген қаттырақ сырды теркалап қосамыз. Бұлардың мөлшері бәрі описаниеда жазылған. Жақсылап араластырамыз да. Жақсылап араластырып қойып қоямыз. Осы уақытта 2 жұмыртқаны жарып, жақсылап бұл 2 жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Осы видеодағыдай қылып тура осылай қылып жасайсыздар. Осы уақытта кабачкиді жартылай алып, мешочекке салып, ішіне бір қасық, не болмаса 2 қасық ұнды салып, мешочекпен жақсылап араластырамыз. Мешочектің ішінде бір келкі араласады. Сосын оны тарелкаға салып алып, жәнегі араластырылған жұмыртқаға салып, малып алып, одан сухарикке сыр екеуі араласқан массаға домалатып, шапстырып, содан противенге тізе береміз. Міне, тура видеодағыдай жазсаңыздар, керемет дәмді болып шығады. Және жас кабачок өте дәмді, тез піседі. Жарты кабачоктың өзінен менен 20 шақты наггетсы шықты. Міне противенге бәрін дізіп болдық. Енді ол піскенше 40-45 минутқа духовкаға қоямыз. 200 градуста. Өте ыстық, алдын ала духовканы қыздырып қоямыз. Қатты ысыған духовкаға қоюларыңыз керек, әйтпесе ол балқып, ылжырап қалады. Ол уақытқа шейін заправкасын дайындаймыз. Сметанаға жақсылап 2 зубчик чеснокты теркадан өткізіп, или чеснокты вилкадан өткізіп, қосып сметанаға, сосын укропты жақсылап турап қосамыз. Укроп пен кабачок өте жақсы үйлеседі. Соған матырып жегенде өте керемет дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Алтынай, назарларыңызға